Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Менің есімім Бердібек, мен машина жасау бағытындағы банкирмін. Біз банктік сараптама кезеңінің қарастырудың соңғы сатысына жеттік. Бүгін сіздер бұл кезеңнің не екенін, қандай құжаттар ұсыну қажет екенін, мерзімді қысқарту мүмкіндігін және соңғы кезеңде қандай қателіктерді жібермеу керек екенін білетін боласыздар. Сонымен бастайық. Үшінші кезең қорытынды кезең. Бұл кезеңде инвестициялық жобаларды маркетингтік және техникалық тұрғыдан талдайтын сыртқы сарапшылар тартылады. Қажет болған жағдайда олар құқықтық сараптама да жүргізеді. Бұл мамандар бізге жоба нарығының көлемі сияқты маңызды аспектілерге көз жеткізуге көмектеседі. Бізге заводтың салу ғана емес, оның өнімдеріне сұраныс болуына қамтамасыз етуде маңызды. Тәуелсіз бағалау өнімге сұранысты, шикізаттың инфрақұрылымның және энергетикалық ресурстардың қолжетімділігін талдауды қамтиды. Қысқаша айтқанда, үшінші кезеңнің мақсаты жобаның болашағын, несие алуға қажеттілігін және қарызды қайтару мүмкіндігін бағалау, яғни жобаның құрылымын мұқият тексеру. Айта кету керек, бұл кезеңде клиент сыртқы сараптамаға жұмсалатын белгілі бір қаржылық шығындарды көтереді. Бірақ бұл шығындар жобаның орындылығы мен жүзеге асырылуын жан-жақты бағалауды қамтамасыз етеді. Банк күрделі жобаларды қаржыландыра отырып, мұқият талдауға үлкен мән береді. Бұл сайып келгенде жобаның табысты болуына ықпал етеді. Инвестициялық жоба үшін кепілдікке қойылатын мүліктің барлық құжаттарын және банк несиелері есебінен алынатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізу шарттарын дайындаңыз. Жобаңыз үшін қажетті шикізатқа арналған шарттардың болуын қамтамасыз етіңіз. Банктың техникалық тапсырмасына сәйкес кепілдік құнын анықтау үшін тәуелсіз бағалауды ұйымдастырыңыз. Жобаңыздың нарықтық және техникалық аспектілеріне талдайтын сыртқы бағалауларды алыңыз. Экспорттық операциялар үшін барлық қажетті келісім шарттардың бар екеніне көз жеткізіңіз. Жобаңыздың бизнес жоспары мен қаржылық моделін дайындаңыз. Кепілді растайтын барлық қажетті құжаттарды дайындаңыз. Соңғы 3 жылдағы қаржылық есептерді ұсыныңыз. Қажетті банк анықтамалары мен құрылтай құжаттарын жинаңыз. Сіз біздің корпоративтік сайттан қажетті құжаттардың толық тізімімен таныса аласыз. Бұл сізге жобаңызды сәтті жүзеге асыруға, жақсы дайындалуға көмектеседі. Үшінші кезең 30 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін. Бұл мерзімге өтінімдерді қайта қарау және банк уәкілетті органдарының шешімдерін қарау үшін қажет уақыт кірмейтінін ескеру керек. Клиенттің жобаны сапалы дайындауы несие алу мүмкіндігін едәуір арттырады және қарау уақытын қысқартады. Егер клиент кез келген сұраққа нақты жауап бере алса, бұл жобаның мақұлдану мүмкіндігін айтарлықтай жақсартады. Бізге көптеген өтінімдер түседі, бірақ олардың тек аз ғана бөлігі толықтай ойластырылған. Сонымен қатар, тәжірибесі бар стратегиялық серіктестің болуы өте маңызды. Мұндай серіктес жобаның сәтті іске асырып, өнімді өткізу нарығын қамтамасыз етіп қана қоймай, экспорттық мүмкіндіктерді арттыру арқылы жобаның табыстылығын да күшейтеді. Несие өтінімдері түрлі себептерге байланысты қабылданбауы мүмкін. Ең жиі кездесетін жағдайлар банктың талаптарына сай келмеуі немесе барлық қажетті құжаттардың ұсынылмауы. Кейде клиенттер өтінімдерін өздері қайтарып алады. Өйткені банкпен талдау барысында жобаны жетілдіруді қажет ететінін түсінеді. Мұндай жағдайда олар шикізат, инфрақұрылым, энергетикалық ресурстар және өткізу нарығы сияқты аспектілерге назар аударып, өтінімді жаңартуға мүмкіндік алады. Басқа жағдайларда әлеуетті клиенттер бізге тек жоба идеяларымен келеді. Мұндайда біз олқылықтарды болдырмау үшін жобаны мұқият дайындауды сұраймыз. Біз жобаларды тез қарауға мүдделіміз.
Біздің kdb.kz сайтында барлық қажетті формалар мен қарау рәсімі туралы толық ақпарат бар. Бұл жобаны қарастырудың ашықтығын қамтамасыз етеді және клиенттерге жобаларын іске асыруға дайындықты жеңілдетеді. 20 жылдан астам тәжірибесі мен кең ауқымды жобалар қорына сүйене отырып, біздің мамандар жобадағы ықтимал мәселелерді алдын ала анықтап, оны сәтті мақұлдау мүмкіндігін арттыру үшін қажетті барлық аспектілерге ерекше назар аударады. Қазақстанның экономикасын нығайту және өнеркәсіптік кешенді дамыту мақсатында ұсынатын амбициялық жобаларыңызды асыға күтеміз. Бірлесе жұмыс істей отырып, біз қағаздағы идеяңызды табысты, нақты жүзеге асқан жобаға айналдыруға көмектесеміз.